Достар, баршаларыңызға қайырлы күн. Қал жағдайларыңыз қалай? Аман есенсіздер ме? Таң атпай мамамен клиникаға барып, анализдерді тапсырып, жүрегінің қағысын тексердік. Сөйтіп УЗИ жасаттық. Өкпесінде, жүрегінде су бар екен. Енді көп қозғалмайды ғой, мама жүрмейді өздігінен. Үйде де жүрмейді. Жаңағыдай бір жерге шығаратын болсақ, коляскаға отырып, сөйтіп отырғызып, өзім сөйтіп апарамын. Сондықтан көп жүрмейтін болғаннан кейін буындары да ауыра бастаған. Жалпы енді айта берсең көп. Нәтижесінде жүрегіндегі, өкпесіндегі судың көлемі 700 миллилитр деп айтты деймін бір жағында. Екінші жағында 500 ба, 400 ба сондай екен. Керекті дәрмектерді жазып берді. Енді біраз алу керек. Сөйтіп мама соның салдарынан түнімен ұйықтай алмайды екен. Сөйтіп маманы дәрігерлерге қаратып, үйге алып келіп, тамақ, шайын беріп, енді ұйықтап көр деп айттым. Енді түнімен ұйықтаған жоқ, себебі қасында отырдым. Өзі ұйықтамағаннан кейін менің ұйықтап жатқаным бір түрлі шығар. Су бар, дәретханасы бар деген сияқты. Сөйтіп өтер жағдайын жасап, қасында отырдым. Ағам мен інім Ресейге кетті. 3 апта көлемінде болды. Осындай енді жұмыстар бар, кетіп қалды. Қазір өзім қарап жатырмын. Енді әдеттегідей қазір кішкене асқынып кеткен. Кейбір аурулары, хронический заболевание дейді ғой, сондай дүниесі көп маманың. Сондықтан кішкене қиындау болып жатыр. Мазасыздау, көңіл күй жоқ. Оның көңіл күй болмаса маған да әсер етеді деген сияқты ғой. Сөйтіп қазір жұмыстармен қалаға қарай шығып кеткен болатын. 1-2 сағаттық барып келейін, ренжіме, жұмыстарым бар деп. Телефон қолында, енді бір нәрсе қажет болса өзі хабарласады. Уайымдап сұрап жатқандарыңызға көп рахмет. Көбісі жазып жатыр екен. Көмекші я сиделка алмайсыз ба, анаңызға қарайтын деп. Маманың қазір көңіл күйі жоқ. Қазір менің орныма басқа адам келіп сізге қарайды десем, одан сайын түсіп кетуі мүмкін да, жаңағыдай көңіл күйі барлығы. Әзірше енді менің түсірілімдерім басталмай тұрған кезде қолымнан келгенше маманың қасында бола тұрам өзім. Одан кейін реті келсе енді көре жатармыз. Қазір ең алдымен жүрегіндегі, өкпесіндегі суды кетіруіміз керек. Белгілі бір препараттарды жазып берді. Біраз дүние алу керек екен енді. Олардың да бағасы кәдімгідей аспандап тұр. Енді қолдан келгенше қазір маманы аяққа тұрғызсақ, ең бастысы адамның ұйқысы ғой. Егер де ұйқысы тыныш болса, ұйқысы қанған болса, тамағы да жақсы болады, барлығы да жақсы болады. Әйтпесе қазір тәбеті жоқ, қандай тамақ әзірлеп берсем де ішкісі келмейді, настроениесі жоқ. Сондай жағдай.